Достар, 1 сағат қол босап қалды. Қазір 1 сағатта желге шығып тапсырыс жасап көрейік. Көлік жуылып тұр, тап-таза. Қандай тапсырыстар түсетінін көрейік қазір. Күн 41 градус көрсетіп тұр, бірақ күннің көзінде тұр көлік. Желге шығып көрейік. Басымдылық 44 көрдіңіздер ме? Ал желге шықтық. Келесі тапсырыс 350 коэффициентімен түсті, барып алып кетейік. Келдім, батырмасын бастым. Негізі мына ауланың ішіне қойыпты, көрдіңіз бе? Ол жерде шлагбаум екен, кіре алмаймын. Сондықтан сыртына тоқтадым осылай. 5 минутта аяқтадым. Алып кетуге тағы да бір 5 минут кеткен шығар. Мына кісілер ғой. Сонда 10 минутта 1140 негізі мынандай қолма-қол ақшамен беріп кетті. 200 теңге, сосын мынандай 1000 теңге. Қағаз ақша көрмегелі көп болды. Келесі тапсырысты күтеміз. Келесі тапсырыс келіп отыр міне. Басамыз. 6 минут дейді. Барып алып кетейін. Мега Силквейға алып барады екенмін. Мына кісілер ғой деймін, келе жатқан. Осылар ғой. Ашайық. Келдім, батырмасын бастым. Достар, міне аяқтадым. Осындай күтіп тұратын, кегенде күтіп тұратын адамдарды жақсы көрем. 2810 теңге шықты. Келесі тапсырыс келіп түсті оның үстінен. Бұл мына жақта күтіп тұр екен. Бұл жаққа қалай кірем мен? Кірсем, ол жер ақылы. Алдымда көрдіңіздер ме? Қазір қоңырау шалып айтайын. Қоңырау шалып айттым. Осы жерге келетін болды. Мына кісілерді әкеп тастадым. Ортаға аралық нүкте қосты. 17 минут кетті. Барлық тапсырысқа 1830 теңге картамен төледі. 5 жұлдыз қояйық. Және дайын дейік та келесі тапсырысты күтейік. Достар, 1 сағат уақыт кетіпті. Желіге шыққаныма 3 тапсырыс жасадым. Қазір мынау жанарсын. Жанармай тұр. Неге жанармай тұр екен? Негізі 3 тапсырыс жасадым. Теңгерім. Жарайды, ол теңгерім ғой. Бүгінгі тапқан тапсырыс. Міне 1 сағатта 4336 теңге шықты. Көрдіңіздер ме? Тура 1 сағат қана жұмыс істедім.